достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін апам сіздермен өзінің үлкен нанының рецептісімен бөлісетін болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып сұралады. Мен ұнды електен өткізіп алып келдім. Құрамына тұз бен қосқышты қостым. Араластырдым. Енді айранды құям. Кефир. Сармай саламын. Жұмсақ етіп қамыр илеймін. Айранның ұнды қалай қабылдайды, соған байланысты ұнды қосып отырамын. Енді кішкентай ұн салып, аздап ковриктің үстіне илеп алайын. Тестім дайын болды. Енді бұны ыдысқа салып қоя тұрамын. Екінші бір ыдысқа сүзбе, ірімшікті саламын. Екеуін араластырамын жақсылап. Енді бұл дайын болған қоспадан нанның, кішкентай жұмсақ нанның арасына салатын кішкентайдан шариктер дайындап аламын. Жаңа дайын болған тестіден мен 20 бөлікке бөліп, мынандай шариктер дайындап алдым. Әрқайсысы 60 граммнан. Сосын сүзбемен ірімшікті қосып, одан да мынандай шариктер дайындап қойдым. Бұның граммы 20 граммнан дайындадым. Енді бөлкеде жұмсақ нанды дайындап көрсетейін. Бұлай қоя тұрайын. Бүйтіп арасында бүйтіп ашамын. Шетін кішкене жұқалау қыламын. Ортасына дайын болған бір шарикті саламын. Бүйтіп орап
Осындай кішкентай нандар дайындаймыз. Тағы да көрсетейін. Ысып қажет жоқ оқтаумен. Осылай қолмен дөңгелектеп аламыз да ортасына саламыз сөйтіп. Енді міне дайын болған кішкентай бөлкелерді, нандарымды үстін не былай су жағамда нанның ұнтағына аунатамын бүйтіп. Сосын табаға саламын. Нанды бір кішкене бетін сулаймын. Нанның ұнтағына аунатамын. Сосын нандай қылып табаға саламын. Сумен бетіп шыладым үстін. Сосын нанның ұнтағына былай аунатамын. Сосын табаға саламын. ...180 градуста 40 минутқа алдын ала қызырылған пеште 40 минутқа қоямыз. Менікі 40 минутта пісіп тұр. Менің наным 40 минутта пісіп тұр. Негізі 30-40 минут аралығында пісуі тиіс. Сіздер де өздеріңіздің пештеріңіздің пісіруіне қараңыздар. Пісті. Қайдарлы желі қолданушылары жұмсақ нанымызды, жұмсақ бөлкемізді пісіріп болдық. Жаңа немерелерім біразын талап алып кетті. Олар сүйсіне жейді. Міне мынандай болып пісті, асты. Енді біреуін сіздерге ортасынан тіліп көрсетейін. Қайсысын көрсетсем екен. Ой, ыссы әлі. Мынандай болып. Астарыңыз дәмді болсын.